кешкісін әп-әдемі стримға кіріп тиктокқа сөйтіп прямой эфир жүргізіп жатқан кезімде өзінен өзі алды да банға жіберіп тастады тиктогым. Сөйтіп тикток аккаунтымды таппай қалдым. Кешке қарай сәл депрессиялау болып бардым да қайтадан нормальный болдым. Жарайды, қойшы, дүние ғой, дүние қайтадан келеді, барлығы алладан ғой деп сөйтіп жаттым түнде. Бір нәрсесін шұқыладым, почтаға кіріп ары бері. Ертесінде оянсам тиктогым қайтадан орнына келген ғой, прикинь. Мен жүрекпен жібердім да андай қылып ше, болды, керек емес, жарайды, кетсе кетсін деген сияқты ше. Сол моментте қайтадан алла тағала маған қайтарып береді ғой, прикинь. Қандай я? Андай қатты қабылдаған жоқпын да бір ше. Ойбай, 124 мың подписчигім кетті, ойбай, ішінде неше түрлі посттарым кетті деген жоқпын. Просто алдым да жібере салдым. Хорошо, жарайды деп күлдім да наоборот. Барлығы уақытша ғой депші. Но ертесінде қайтадан беріп тұр ғой алла тағала. Андай жақсы көріп кеттім да. Я сегодня пошопилась. Памятай мне выбрал такие классные образы. Та-дам!